Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге голубцы тағамының ең ерекше рецептін ұсынамын. Сізде осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіз және қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып лайк басып менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен болгар бұрышының сыртын тазалап жақсылап жуып аламыз. Одан кейін оның салмасын дайындаймыз. Осы ашылған 2 дана пиязды жақсылап ашып жуып, осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Осы 4 бұрышты етіп турап алған пияздың үстіне кез келген тартылған етті және дәміне қарай тұз, қара бұрыш және өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті салып, ең соңында жақсылап жуылған жарты кесе күрішті салып, жақсылап қолмен араластырып алатын боламыз. Дайын болған салманы жақсылап тазартылған болгар бұрышының ішіне толтырып салып шығамыз. Салмамыз дайын болды, енді тамақтың сорпасын әзірлейміз. Бір пияздың жартысын ұсақтап турап аламыз. Төрт дана картоптың сыртын ашып, жақсылап жуып, осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Тамаққа ерекше дәм және ерекше түс беру үшін 1 дана қызанақты жақсылап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қазанды жақсылап қыздырып, аз ғана сұйық май құямыз. Май қызғаннан кейін пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне туралған қызанақты салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Оның үстіне картопты салып, жақсылап қуырып аламыз да, дайын болған салманы бірінен кейін бірін салып, оның үстіне толтырып су құямыз. Және қайнағанша бетін жауып қоямыз. Сорпа қайнаған екен бетіне осылай көбіктер шығады, оны алып тастаймыз. Дәміне қарай тұзын және дәмдеуіштерін салып, бетін жауып 1,5 сағат қайнататын боламыз. Мінекей, тамақ 1,5 сағат қайнады, осылай суы 2 есе тартылып азаятын болады. Дәмін көріп, тұзы аз болса тағы да кішкене салып жібереміз, сосын кесеге құйып отбасымызға ұсынсақ болады. Тағамның түрі де дәмі де өте керемет болып шықты. Сізде міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіз. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.